Қайырлы күн, құрметті достар. Біз алдыңғы сабағымызда Көріғұлы күйінің бірінші бөлімін үйренген болатынбыз. Көріғұлы күйін, яғни Дәулеткерей атамыздың Көріғұлы түркмен күйі деп те атайды. Бірінші бөлімін біз екі бөлікке бөліп салдық астында. Парақшамыздан көре аласыздар, сілтемесі астында. Егер де достар осы видео қызықты болып, тағы да күйлерге, әндерге видео сабақ көргілеріңіз келсе, парақшаға қолдау білдіріп, лайк басып, парақшаға тіркеліңіздер, достарыңызбен бөлісіңіздер, жақсылықты көрмекке дейді. Сол үшін достарыңызбен таратыңыздар, пайдалы болсын. Пайдалы нәрселермен бір-бірімізбен бөлісейік сол үшін. Енді достар, тағы да естеріңізге сала кетейін, біздің сандық ноталар жинағы кітабымыз бар. Сол кітапты алғыңыз келсе, төмендегі нөмірге жазсаңыздар болады. Электрон түрде алсаңыздар болады, сіздердің ыңғайларыңызға қарай, немесе кітапша түрінде алсаңыздар да болады. Кез келген қалаға почта арқылы салып жібереміз. Ішінде 50 ән күй бар. Бүгін біз Көріғұлы күйінің екінші бөлімін, яғни саға бөлігі екінші бөлімі үйренетін боламыз. Біз алдыңғы жолы 9 қатарын үйрендік Көріғұлы күйінің, бүгін 10-шы қатардан бастап. Қалған жерлері көбінесе қайталау болып келеді. Сол үшін мен мына қатар деп айтып өтем. Соны қайталап үйрене аласыздар. Кеттік ендеше. Бізде 10-шы қатар 0-0 ашық, келесі 7-5. Алмай кезек 3 рет, және тағы да 5 рет алмай кезек. Келесі бізде 8-8, төмен, астың шек 10 жоғары, және қайтадан 8. Яғни 8-10-8. Келесі 7-5 қайтадан 5 қағыз. 5 қағыз алмай кезек. Қайтадан 8-5, астың шекте 8, үстінде 5. 3 рет. Келесі 7-5, 3 қағыз алмай кезек. Және 5-5 жоғары, және 3-5 төмен. Келесі бізде 5-5, алмай кезек 5 қағыз. Келесі 7-5, 3 қағыз алмай кезек. Келесі бізде 4-ші және 3-ші саусақтың көмегімен 3-3 перне. Алмай кезек 3 рет. Және 1-1. Бас бармақ, бірінші саусақ жоғары, және 0-0. Енді реприза белгісі тұр. Бұның басы бізде 10-шы қатарда. Сонда біз мына жерден бастап қайталаймыз 10-шы қатардан бастап. Келесі бізде қайталау ол басындағы 3-ші қатарда болған. Соны қайталаймыз. 0, 1, 3, 1, 3 алма кезек, 5 қағыз, және 5. 2 рет, және 3-5. 5 және 3-3-ке алсамыз келесі. Қайтадан 5-5 төмен жоғары, және 3-5 төмен. 3-3, 5 қағыз, және 7-5, 3 қағыз алма кезек. Келесі 3-4-ші саусақпен алмай кезек 3 қағыз, және 1-1 жоғары, және 0-0 ашық. Келесі бізде 0 барлығы төмен қағыз. Келесі 0, 1, 3, 5, 7-5 төмен, 3-5 төмен, 5 төмен. Келесі қатарға өтеміз, және 3-3 төмен, және 5-5 төмен, және 1-1. Келесі бізде 3-ші, 4-ші саусақтың көмегімен 3-3, 5 қағыз, 1-1, 5 қағыз, қайтадан 3-3, 5 қағыз, және 1-1 перне, 5 қағыз, және ашық 5 қағыз, 0-0. Келесі бізде ол екінші сағасы деп айтылады бізде. Келесі қатарымыз 0-де, 10-да, 12-де 12-ні аламыз. Бірінші 0-де 0 төмен, келесі 12-де 12 төмен жоғары, және 10 төмен, және 12-де 12 төмен жоғары. Осы жерде 5 қағыз қағамыз төмен жоғары. Қайталаймыз.
тура бірінші сағат сияқты, бірақ енді осы жерде біз шыққан кезде екі қағыстан ойнаймыз. 12-де 12 төмен жоғары, 14-де 12 төмен жоғары, 12-де 12 төмен жоғары, 10-да 10 төмен жоғары, 8-де 8 төмен жоғары, 7-де 7 тағы да төмен жоғары, екі қағыс. Келесі 5-де 5 төмен жоғары, және 7-де 5 төмен жоғары. Енді осы екінші сағасын қосып көрейік. Келесі бізде тағы да қайталау. 0, 1, 3, 1, 3 алма кезек. 5, 5, 3, 5, 5, 3, 7, 3, 3, 1, 0, 0. Келесінің бәрі тек төмен қағыста, бұл бізде сағаның алдында ғана қайталанған бөлігі. 0, 5, 7, 3, 5, 1, және 5, 3, алма кезек, 1, 3 қайтадан алма кезек, 1, 5 қағыс, және ең басындағы такты ойнаймыз. Екі рет қайталаймыз. Және ашық. Ең соңында 12-де 12 және 14 төмен деп аяқтаймыз. Сонда қосқан кезде деп бұл күйіміз өзінің соңына жетеді. Енді көбінесе бізде бұл көріғылы күй қайталау арасында өздеріңіз байқағандай, сол үшін мына нотасына қарап қарасаңыздар болады. Егер нотаның толық нұсқасын алғым келеді, кітапша түрінде, электронды түрде алғым келеді десеңіз, осы төменде көрсетілген номерге жазсаңыз болады.